Заман өзгерген кезде ислам діні қай заманға да бейімделіп кете береді. Кім не айтса оны айтсын, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз дейді. Ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат құлшылық парыз дейді. Атымда адам қойған соң қалайша надан болайын дейді. Халқым надан болған соң қайда барып оңайын дейді. Менің сөзім емес, Абайдың сөзі. 180 жыл бұрын қайтыс болып кеткен атамыз, бабамыздың сөзі әлі тірі. Біреуге бізге мынаны жағып жібергісі келеді, біреуге ананы айтып жібергісі келеді. Көріп тұрмыз бәрі не болып жатқанын. Оңдалады иншалла, барлығы өзінің ретімен жұмыс жасалып жатыр ақырындап. Муфтият бар, муфтиі бар, ұстаздар бар, имамдар бар, шейхтар бар. Бәрі оңдалады. Абай танушылар бар, Бауыржан танушылар бар, Алаш танушылар бар. Барлығы өзінің ағарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әрқайсысы өзінің орнында. Куллун муяссарун лима хулиқа лаху дейді. Алла тағала әрбір адамды не үшін жаратқан болса, сол жолды жеңілетіп қояды дейді. Иншалла, әркімнің өзінің жаратылыс мақсаты бар, сол мақсатына еріп келе жатқан жағдайы бар. Кім не десе, о десін. Әркімнің өзінің ұстанымы бар, әркімнің өзінің жүретін таңдаған жолы бар. Орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге дейді. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз. Дұшпан ба осы? 5-еуін санада қағазға жазды, қарап көр. Саған дұшпан болып жатыр ма, или дос болып қалсын ба осы 5-еумен? Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз дейді. Адам болам десеңіз деп бағана айтты да. Адам болам десең, осы 5 нәрсені дос тұт, 5 нәрсені дұшпан тұт. Бұл да негізі оңай нәрсе емес. Абай атамыз бұны айтты, бірақ бұған амал ететін адамдар өте аз болады. Өйткені ондай адамдар, қандай адам білесіз бе ондайға амал ететін? Ол көкірек көзі ояу адамдар. Көкірек көзі ашылған адамдар, рухани көзі ашылған адамдар, ақ пен қараны ажырата алатын адамдар ғана бұны түсінеді. Бұған ере алады.